27 маусым 2023 жылы. Почти мынау 11 ай түрмеде отырдық қой. Мынау бірақ біздің нақты айтқанымыз мынау елдің кембетістігі, мынау облыстың төңірегінде жаңағы жымқырып атқан іс-әрекеттерді айтқанбыз, бірақ алайда ол жергілікті биліктерге ұнамады. Сонымен осындай іс-әрекет болып 11 айдай түрмеде отырдық, бірақ түрмеде отырғаныма да өкінбеймін, өйткені бұл ел үшін шырылдасаң, отқа салса жанбайсың, суға салса батпайсың деген осы болу. Бүгін әділдік салтанат құрып, мынау Қасым-Жомарт Кемелұлының бір айта кететініміз, жаңа Қазақстан деп құрып атқан программасы Түркістан облысында бүгін әділет салтанат құрып деп ойлаймын. Басқа айтатыным жоқ, бүгін түрмеден шықтық, бірақ арман қарап жалғастыратын жолы менің мысымды бұзатын жемқор ұры-қарылардың сыбайластығы емес, менің мысымды басатын халыққа ұнамай, халыққа жағымсыз іс-әрекеттер болса, содан ғана ұяламын. Басқа нәрседен ұялатын ештеңем жоқ. Белсенділігіңізді қайтып жалғастырасыз ғой, құдай қаласа. Әлбетте. Міне, рахмет.